Сәлем баршаңызға, сіздермен бүгін өте дәмді, керемет болып шығатын пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл менің жасау тәсілім. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытып кетпеңіздер. Кәнекей, онда менімен бірге пиццаны жасауға кірісейік. Ең алдымен бізге електен өткізілген, міндетті түрде електен өткізілген ұнымыз қажет болады. 1 стакан суымызға, жылы суымызға тұзымызды салып ертіп алатын боламыз. Осы жылы суымызды ұнымыздың үстіне құйып аламыз. Оның үстіне дрожжымызды саламыз. Оның үстіне қантымызды салып, майымызды құямыз. Қыздар, сіздер зәйтүн майын пайдалансаңыздар болады. Зәйтүн майымен тіптен ерекше болып шығады. Менде зәйтүн майы болмағандықтан мен үйде сұйық майды пайдаландым. Зәйтүн майымен мүлде ерекше дәм береді. Мінекей, қамырымызды осылай жұмсақ қылып илеп аламыз. Енді жарты сағат ашуын күтетін боламыз. Ашытып аламыз қамырды. Қамырымыз ашығанша біз пиццамыздың соусын жасайтын боламыз. Бізге помидорымыз, тұзымыз, сарымсағымыз, орегано приправасы және паприкамыз және де сұйық майымыз қажет болады. Бізде бұл жерде соусымызға зәйтүн майын пайдаланып, қуыруымызға пайдалансақ болады. Айтып өткендей, менде зәйтүн майы болмағандықтан мен сұйық майымен жасаймын. Зәйтүн майы негізі міндетті түрде болу керек. Ол ерекше өзіндік дәмін беретін болады. Помидорларымызды осылай тіліп, қайнаған суымызға салып бетін жауып қоямыз. Қайнаған суымызға 20 минутқа қойып, осылай қабығын аршып тазалап аламыз. Қабығынан аршып өткізілген помидорларымызды теркамыздың көмегімен өткізіп аламыз. Теркамыздың көмегімен қабық ашылған екен әдемі өтеді. Мінекей, қыздар, менің езбем дайын болды. Осы езбемізді бір шетке алып қоямыз дайындап. Ендігі кезекте құрғақ табамызға жаңағы сұйық майымызды құйып, зәйтүн майымен алмастырсаңыздар болады. Міндетті түрде осы жерде чесногымызды қып-қызыл қылып қуырып аламыз. Қуырылғаны жақсы, біраз. Оның үстіне орегано приправасын қосып, оның үстіне паприкамызды салатын боламыз. Паприкамызды салғаннан кейін үстіне жаңағы езбемізді құйып аламыз. Қайнағаннан кейін 5 минутқа бетін жауып, астындағы отын пәсейтіп, төмендетіп, бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Қыздар, мінекей, біздің соусымыз дайын, пиццамыздың. Ендігі кезекте жаңағы қамырымыз ашыды. Мінекей, керемет болып ашыды. Осы қамырларымызды 2 бөлікке бөліп, зуала қылып, тағы да 10 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Осылай жақсылап 2 пицца шықты менде. Ендігі кезекте ыдысымызға салып, үстіне сұйық май жағып шығамыз. Сұйық май жағуымыздың себебі бізде, қыздар, қазір оқтаумен жайған кезімізде бізде оқтауға жабыспайтын, қолға жабыспайтын өте әдемі қамырымыз дайын болады. Қамырымыз 10 минутқа тұнып тұрғанша мен колбасаларымды даярлаймын. Мұнда менде нәрлен өнімінің колбасасы, дәмі де өте керемет, және де моцарелла сыры. Осы екеуін жақсылап турап, теркадан өткізіп дайындап алдым. Мінекей, достар, менде бәрі дайын. Ендігі кезекте жаңағы 10 минут тұнған қамырымызды алып, жайып аламыз, пергамент қағазын төсеп. Қолдың көмегімен жайсаңыздар да болады. Мен кішкене формаға келтіріп алдым. Ендігі кезекте оқтаудың көмегімен осылай жайып шығатын боламыз. Мінекей, жайылған қамырларымыздың үстіне жаңағы дайындаған соусымызды 4 ас қасық қосып, үстіне бір келке қылып жағып шығатын боламыз. Қыздар, мұнда менің инстаграмым бар, тіркеле кетіңіздер. Менің арнама тіркеліп, каналымның дамуына үлес қоса отырыңыздар. Сіздерден үлкен қолдау күтемін. Осылай бетіне сырларымызды төсеп, жақсылап бір келке қылып салып аламыз сырларымызды. Мінекей, осы сырларымыздың үстіне колбасаларымызды қойып, қызып тұрған пешімізде 200 градуста 7-8 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мінекей.
Достар, мінекей осы табамызға салып аламыз. Мінекей достар, менің пиццам пісті, дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап үйдегі кішкентай балаларыңызды қуантыңыздар. Менің рецептіммен жасап көріңіздер, міндетті түрде дәмі өте керемет болып шығады, ресторандыкіндей керемет болып шығады қыздар. Достар, мінекей менің пиццам дайын. Менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Міндетті түрде тіркеліп, арнамның дамуына үлес қоса отырыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Бізге ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.